Бүгін Жақсылық Үшкемпіров атындағы жекпе-жек сарайында Қазақстан Open халықаралық турнирінің бірінші күні сәтті басталды. Спортшыларға тек қана сәттілік тілейміз. Бұл жарыс біздің спортшыларға, жалпы жан-жақтан келген, әлемнен келген спортшыларға үлкен бір күш-жігер береді деп ойлаймыз. Деңгейі өте керемет бағаланып жатыр. Келген қонақтарымыздың барлығы риза. Кешелі бері әлемге танымал World Taekwondo Demonstration Team, демо тим келіп өнерлерін көрсетті. Бүгінде қазір ашылу салтанатында, ресми ашылу салтанатында өнерлерін тамашалайтын боламыз. Енді бұл жарыс жалғасын таба берсін деп тілейміз. Енді келесі жылда үлкен жарыс бар, халықаралық деңгейде өтетін. Және бүгінгі жарыс, мен ойлаймын, Қазақстан Республикасының Taekwondo Федерациясы әлем чемпионатын Қазақстанда, Астанада өткізуге қабілетті екенін көрсете білді. Тек қана сәттілік тілеймін ұжымға, барлығына, осы атсалысқан жандардың барлығына сәттілік тілейміз. Осы бүгінгі жекпе-жек сарайына да, оның басшылығына көп алғысымызды білдіреміз. Әрине, біз өзіміздің спортшылардың барлығы жанкүйеріміз. Кім мықты ішінен кім мықты анықталатын күн. Мықтысы жеңсін, ең бастысы спортшылар жарақаттан аулақ болсын.